Құрметті, қадірменді жамбылдықтар. Биыл біздің туған өңіріміз Жамбыл облысының құрылғанына 80 жыл толып отыр. Жамбыл жері қаймағы бұзылмаған қалың қазақтың қара шаңырағы. Қазақ хандығының туы тігілген жер. Әулиеата жері алтын құрсақты өңір. Күміс көме әншілер мен дәулескер күйшілер, білікті билер мен білекті батырлар өткен бұл берекелі аймақ ән мен жырдың кені Кенен Әзірбаев, қылқобызды құйқыл жұтқан Ықылас Дүкенұлы, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы, әйгілі дарабоз жазушы Шерхан Мұртаза сынды біртуар азаматтарды өмірге әкелген өңір. Жамбыл жері азаттық үшін жан алысып, жан берісер, ақтық шайқасқа айналған аңырақайдың азалы үні, өшпес ізі қалған жер. Ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен елін қорғап, басын оққа байлаған көзсіз ерлер Саңырақ, Өтеген, Көшек, Қойгелді, Қосы, Мәмбет, Сыпатай батырлардың елінің бірлігі мен жерінің тұтастығын ойлаған дана би Төле бидің туған жері. Тарих парақтарын ақтарсаңыз, біздің өлке мәдениеті мен өнері, білімі мен ғылымы ежелден қалыптасқан айтулы аймақ. Тарихы қаншалықты терең болса, өнер, білімі де соншалықты асқақ. Жамбыл жері шаруашылығы сан сапалы, өндірісі өрге басқан, қойнауы қазынаға толы құтты мекен. Әулиеата жүрген жер, Қарахан өмір сүрген жер, қаһарман ұлдар өсірген құт мекен дейді білгендер. Әдібек ұрпақ сүйген жер, Қарт-Жамбыл басын иген жер, Бауыржан батыр білімі пайдасы елге тиген жер. Тамыры терең мекенім, таңғажайып тарасын, азаттықтан атқалы, жасарып, жайнап барасын. Кеше мен бүгін арасын, жалғаған әсем ордасың, тарихтың алтын қазығы, жасай бер мәңгі, жасай бер. Мерейтойың құтты болсын,